Қаржы министрлігі проблемалық қарыздар мәселесін шешу үшін жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң жобасын әзірледі. Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов банктер мен микроқаржы ұйымдарынан алған несиесін өтей алмай жүрген азаматтар туралы статистикамен бөлісті. Осы жылдың 1 қазандағы жағдай бойынша 1,4 миллион астам қазақстандықтың 1,450 триллион қарызы бар. Олар 90 күннен асқан қарыз болып есептеледі, дейді Біржанов орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында. Айтуынша, осы санаттағы азаматтардың жағдайын жақсарту үшін жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң жобасы әзірленді. Осы азаматтардың ішінде 5 жылдан астам қарызы бар 365 мың адам бар. Олардың берешегі бүгінгі таңда 504 миллиард теңгені құрайды. Бұл статистика халықтың проблемалық қарыздарын заңнамалық реттеу қажеттілігін көрсетіп отыр, дейді вице-министр. Заң жобасын қаржы министрлігі әзірлеген. Бұл құжатты дайындауға халықтың шамадан тыс кредиттік ауыртпашылығы және жалпы азаматтардың едәуір бөлігінің қаржылық жағдайының нашарлауы түрткі болды, деп атап өтті Біржанов.